Жуырда Динара Саджанның мына бір подкастын көріп, өзіме бір қызықты ақпарат алдым. И финансовый директор считает, мои доходы в феврале. И говорит, минус 3 миллиона. Я ойлап қараңыздар, достар, Динара Саджан қаншама өзінің жеке бренд, қаншама оқырман, жобаларымен, селебрити достарымен жүріп, өзінің жаңағы жеке дәстүрлі бизнесінде осындай көрсеткіш алып отыр, иә. Бұл нені білдіреді? Дәстүрлі бизнесті алып жүру енді оңай емес. Егер сіз қазір мен дүкен ашам, салон ашам, донерный ашам, тағы не қазір овощной ашам, не болса да дәстүрлі бизнесті ашып байып кетем деп ойласаңыз, ол оңай емес дүние. Я мүмкін әрине бәрі де, бірақ мен сондай 5 түрлі дәстүрлі бизнес ашып көргем, дәмін татып көргем. Біреуі плюсқа шықса, кішкене ғана, біреуі минусқа кетеді, бітпейтін инвестиция, және ол инвестиция миллиондаған ақша, я аз ақшамен ешқандай бір киоскті аша алмайсыздар. Сондықтан бірінші жақсылап осылай зерттеп ойланып алыңыз. Ал егер сізге ондай қомақты ақша салмай-ақ бар болған $95 бірақ та халықаралық автоматтандырылған заңды әдемі онлайн бизнесті дамытып, таза табыспен үлкен жақсы табысқа шыққыңыз келсе, сондай мүмкіндіктерді іздесеңіз, маған директке бизнес сөзін жазыңыз, мен сізге тегін толық консультация өткізіп беремін.